шеңбер және дөңгелек, шеңбер мен дөңгелек тақырыбын бастайық. Шеңбер дегеніміз не? Дөңгелек дегеніміз не? Біз бұл фигураларды күнделікті көріп жүрміз, күнделікті өмірімізде. Шеңбер ортасы қуыс, кәдімгі сақина болуы мүмкін. Немесе сіз күнде сусын ішсеңіз, сок ішсеңіз, баклажкалардың былай аузы болуы мүмкін, иә? Ал дөңгелек ол бітеу, беті бар. Күнделікті ұстап жүрген тиындарыңыз, кастрюльдің қақпағы, жаңағы ішіп жүрген соктарыңыз, баклажкалардың қақпағының беті, олардың барлығы дөңгелекте жатады. Дөңгелек беті бітеу фигура. Ал шеңбер беті қуыс, тек қана мынау сақина тәріздес. Олардың біреуінің ұзындығы бар, біреуінің ұзындығы жоқ, керісінше ауданы бар. Аудан болады беті бітеу фигураларда. Мысалы, дөңгелектің ауданы бар. Дөңгелектің ауданын есептейтін формула S тең болады πr квадрат. πr квадрат. Пи айта кетсек, тұрақты сан, 5 сыныптан бастап білесіздер, 3,14-ке тең, шамалас мәні, шамамен мәні 3,14-ке тең. Яғни, егер бізге мына фигураның радиусы берілсе, мына дөңгелектің радиусы белгілі болса, басқа тұстандайын. Егер бізге бұл фигураның радиусы айталық R тең болады 10 сантиметр десе, онда біз бұның алып жатқан орнын аудан тауып бере аламыз. Яғни 10 сан аламыз да, мына жерге R-дің орнына қоямыз. Квадрат сіздер білесіздер, ол өз-өзіне көбейту, 2-ге емес, өз-өзіне көбейту. Егер 10-ды 10-ға көбейтсек 100 болады, 100-ді пиға көбейтсек 100 пи, немесе пидің орнына 3,14 қойсаңыз, 314 сантиметр болса, сантиметр квадрат шығады. Яғни мына дөңгелектің ауданы 314 сантиметр квадрат шығады. Әрине, бұл 100 теңгенің тиынның радиусы 10 сантиметр емес. Ал егер шеңбердің жағдайында бұның радиусы берілсе, бұның да радиусы айталық 10 сантиметр десе, біз білеміз, шеңбердің ортасы қуыс, оның тек қана бойы бар. Бойы болса, егер мен бұлай шеңберді қайшымен қиып тастасам, және екі жаққа қарай созып жүрсе, менде мынандай бір ұзындық шығады. Бұл ұзындықты қайтып жинақтасам, мына берілген шеңбер шығады. Яғни шеңбердің ұзындығы бар. Шеңбердің ұзындығының формуласы, шеңберде аудан жоқ, ұзындығы бар. Шеңбердің ұзындығының формуласы С тең болады 2πr. Кейбір кезде бұл С орнына L жазады. Яғни қарасаңыз, мында 2 алдында тұр, 2 пи көбейтілген R, мында пи, R және квадрат. R квадрат, R-ді R-ға көбейту. Бұл аудан есептеу үшін дөңгелектегі байланысты. Мына шеңбердің ұзындығының формуласы. 10 санын қойсаңыз, 2 көбейтеміз пидің орнына 3,14 қойсақ, көбейтеміз 10 десек, онда болады 2-ні 3,14-ке 6,28 көбейтілген 62,8. Егер бізде ұзындығы 10 см-ге тең болатын шеңбер берілсе, онда оның ұзындығы былай бойлай ұзындығы болады 62,8 см. Яғни шеңбер мен дөңгелектің осы, бұларда осы екі формула бар. Керісінше, егер бізге шеңбердің ұзындығы беріліп тұрса, біз оның радиусын тауып бере аламыз, және дөңгелектің ауданы беріліп тұрса, оның да радиусын тауып бере аламыз. Радиус арқылы ұзындықты табуға болады, немесе дөңгелектің жағдайында ауданы табуға болады, ал аудан арқылы радиус табуға болады, немесе шеңбердің жағдайында ұзындығы арқылы тоже радиус табуға болады. Енді есептеп көрейік. Айталық, бізге шеңбердің ұзындығы тең болады бір сан берілсін. Мысалы 125,6 сантиметр. Шеңбердің ұзындығы 25,6 сантиметр болса, оның радиусын тап дейді. Шеңбердің ұзындығын формуланы қарайтын болсақ, ұзындық деген сөз 2 көбейтеміз пи санына, сосын радиусқа көбейтеміз, сол кезде мына сан шығады 25,16. Олай болса, радиус табу үшін 25,16-ны 2-ге және пи санына бөлу керек. Мен 25,16-ны бөлемін 2-ге және пи санын ашызам 3,14-ке. 25 3,14-ке бөлінеді. 25,16-ны 3,14-ке бөлсек, немесе бұлай жасайық. Біз 25,16-сан бірінші 2-мен қысқартып алайық. Сол кезде шығады 62,8, 62,8 3,14-ке бөлейік, шығады 20 см. Яғни, егер бір шеңбердің ұзындығы 25,6 см болса, оның радиусы 20 см болады. Керісінше, егер маған дөңгелектің ауданы беріліп тұрса, есебімде, мысалы, 314 саны берілсе, аудан 314 се, радиус 10-ға тең болатынын көз жеткізейік. Аудан дегеніміз пи санын радиусын квадратына көбейткеннен шығады. Яғни пи деген сөз 3,14. 3,14 радиусын квадратына көбейтсек, аудан шығады. Демек, аудан беріліп тұрса, радиусын квадратын табу үшін мен бұны пи санына бөлем. 314-ті 3,14-ке бөлем. Шығады 100. 100 бұл радиустың квадраты. Қай санның квадраты 100? Қай санды өз-өзіне көбейтсек 100 шығады? Әрине 10-ды. Демек, ауданы 314-ке тең дөңгелектің радиусы 10.